Ананас бұл бір үлкен жеміс емес. Көптеген ұсақ жетектерден бірігіп өскен шоғыры. Әрбір қабыршық жеке гүлдің жемісі. Ананастың отаны оңтүстік Америка, нақты айтқанда Бразилия мен Парагвай аралығы. Оны Еуропаға алғаш әкелген Христофор Колумб екен. Оның өсіп шығуына көп уақыт кетеді. Бір ананастың толық пісіп жетуі үшін 1,5-2 жылға дейін уақыт қажет. Сондықтан ол тропикалық елдерге өте құнды өнім. Ананас гүлдеген кезде оның гүлдері қызғылт күлгін түсті, өте әдемі көрінеді. Ананас суда емес, жерде өседі. Көп адам оны ағашта не бұтақта өседі деп ойлайды. Бірақ шындығында ананас жерге жақын шөптектес өсімдік. Бір ананас өсімдігі тек бір рет қана жеміс береді. Жемісін берген соң ол өліп, орнына жаңа өркен өседі. Ананас дәруменге өте бай. Табиғи өнім оның құрамында С, В, В1, В6 дәрумендері бар. Ол ас қорытуға көмектеседі, жүрек саулығын қолдайды, теріні әдемілейді, артық салмақтан арылтады. Достар, ананасты жеп, денсаулықты сақтайық. Ендігі жолы қандай жеміс туралы айтып берейін. Пікірге жазып кетіңіздер.